Doing бизнестің сыбайлас жемқорлық көрсеткіштерінің рейтингісіне 2016 жылы Қазақстан өз көрсеткіштерін 12 позицияға жақсартып, 53 орыннан 41 орынға көтерілген болса, 2017 жылы рейтинг тізімінде 190 мемлекеттердің ішінде 36 орынды иеленген. Дегенмен бұл ақпарат елде пара алу мен құқық бұзушылық фактілері жоқ деген сөз емес. 2017-18 жылдың бүгінгі мерзіміне дейін ұйымдастырылған шаралар нәтижесімен бүгінгі күнге 14 қылмыстық құқық бұзушылық облыста анықталған. Олардың 13-і сотқа жолданып, қазіргі уақытта 10 тұлғаға қатысты сот үкімі шыққан. Барлығы қылмыстық процесс барысында 20 кәсіпкердің құқықтары нақты қорғалған. Бұл бағыттағы жұмыстың тиімділігі ең бастысы бизнес өкілдерінің өздерінің азаматтық белсенділігіне тікелей байланысты. Құқық бұзуға көз жұмып қарамай кез келген оқиға туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің бірыңғай сенім телефоны арқылы хабарласуға болады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелі басым саласының бірі құрылыс саласы. Өткен жылдары құрылыс басқармасы басшысының міндетін атқарушы және бөлім басшысы тарапынан орын алған қылмыстық сызба әшкере болған. Атап айтқанда, басқарма қызметіне құрылысы салынып жатқан нысандардың мониторингтеу тәртібінде қызметкерлердің бақылауға шығу кезіндегі әрекетінің қадағалау алгоритмі реттелмеген. Басқарма мамандары кәсіпкерлік субъектілерімен құрылысы салынып жатқан нысандарға шығып, мониторинг нәтижесін еш жерде тіркемей, парақорлық көзіне айналдыру мүмкіндігі туындаған. Осы олқылықты болдырмау үшін басқарма қызметкерлерінің нысанға шығу және құжаттарды тиісті тәртіпте ресімдеу бойынша нұсқауын әзірлеу туралы облыстық әкімшілікке ұсыныс енгізіліп, тиісті бұйрық қабылданды. Нәтижесінде кейінгі жылдары осы құрылыс саласында осындай құқық бұзушылықтың орын алуына түбегейлі тыйым салынды. Форумда агенттік пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының арасында ынтымақтастық туралы келісімді жүзеге асыру бойынша жол картасы бекітілді. Жол картасы бойынша агенттіктің және оның аумақтық департаменттері Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе 16 сала бойынша сыбайлас жемқорлыққа, құқық бұзушылық жасауға мүмкіндік беретін себептер мен жағдайларды төмендетуге және кәсіпкерлерді келтіретін әкімшілік кедергілерді жоюға бағытталған шараларды жүргізуге белгіленді. Арайлым Алтынбекқызы, Қанат Шалабаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.